Сонымен достар, алдымызда Camry 20 97 жылғы автомат 2.2 сұрап тұрған бағасы 3 миллион 100 деп тұр. Şimdi қара түсті. Audi S4 седан. Телефон номер экранда. 213 санақта Mercedes 97 жылғы автомат 2.3 2 миллион 300 сұрап тұр екен бағасы. Mercedes'ке 1.8 Mono дейді. Passat B3 бағасы 1 миллион 650 мың теңгені құрайды. 91 жылғы. Ақ түсте универсал. Төбесінде рага рейлингі бар. Қималы дискі. Көрген алатса хабарлассаңыздар болады. Но Карина еді баға жоқ. Мына жерде тағы бір 30-дық тұр екен. Camry 30-дық. 2004 жылғы 2.4 5 миллион 500 деп тұр. Автокөлікке. Мабы жатса қызық болатса хабарлассаңыздар болады. Осындай Subaru Crossover түсіріп қояқ. 2011 жылғы 2.5 мотордың көлемі. Жақсы жағдайда деп жазып қойыпты. 8 миллион 500 бағасы. Осындай жағдайда хабарласып қойсаңыздар болады. Тағы да бір автокөлік тұр екен 600 мың теңге. Тура қасында. 88 жылғы Passat B3 екен. 1.8 механика. Қызық болатса достар, көліктің жағдайы ұнап жатса хабарласып қойсаңыздар болады. Универсал 10-дық 92 жылғы механикада 2.2 миллион 1 миллион 450 мың теңгені құрайды. Номер телефон экранда. Мынандай Ford автокөлік тұр екен. 98 жылғы автомат 2.3 2 миллион 800 сұрап тұрған бағасы. Audi A6 95 жылғы объемы 2.6 дейді. Бағасы 2 миллион 400. 8775 262 49 97. Все, жақсы бәрі келді. Осы номерға хабарлассаңыздар болады. Audi S4 жағдай осындай. Жағдай негізі жаман емес. Родной краска. Өзінің зауыт бояуында дейді. Вектор. Вектора. 1.2 871 562 66 70. Вложение керек емес. Зимний 4 дөңгелегімен берем. Дайын тұр ғой сатуға родной краска. Дайын осындай, өзінің зауыт бояуында. Зауыт бояуымен тұр, Жақсы. Хабарласыңыздар, көрін алатса. Осындай Жигули көлігі алдымызда ақ түсте. ВАЗ 2106 ғой, 2106. Резина ауыстыру керек. Запаска бар ғой, запаска. 1.6 ғой көлем, 1.6 артық жетекте. Қай жылғы екен бұл автокөлік? 96 жылғы дейді. Бағасы? 270 мың теңге. Номер телефон айтшы. 7 177 93 51. Осындайда бағада көліктер бар. Хабарлассаңыздар болады, кімге қызық болып жатса. Lada Granta 2019 жылғы автомат екен, 1.6 4 миллион 900 сұрап тұр. Бағасы. Мәлімет экранда. Көліктің жағдайы осындай. Келесі көлігіміз Chevrolet Cobalt 21 жылғы механика 1.5 6 миллион 350 мың теңгені сұрап тұр. Экранда хабарласып қойсаңыздар болады. Наяқта тағы бір универсал көріп тұрмыз. S4 универсал Audi механика 2.6 екен. Көлік іздеген болсаңыздар, осындай түрдегі, осындай марка хабарласаңыздар болады. Hyundai X-Getz деп тұр, механикада 1.3 2,5 миллион сұрап тұр екен. Номер экранда.
Келесі көлігіміз Camry 30-дық 2002 жылғы. Моторның көлемі 3, американец деп тұр, 4,5 миллион. Сұрап тұрған бағасы. Көлігін алатса хабарласып көрсеңіздер болады. Kia Cerato алдымызда 2012 жылғы механика қорапта 1,6 моторның көлемі 4 миллион 200 деп сұрап тұр екен иесі. Телефон номері экранда. Сондай алдымызда Toyota Estima, оң жақ руль қазақ тіркелімде. Моторның көлемі 3 екен. Қай жылғы? 2005 жылғы. Болар бағасы? 6-да 6 деп тұр екен. Телефон номер. 871 496 16 Осы номерге хабарласып қойсаңыздар болады. Автокөлік таза 7 орындық. Ортасында капитандық орындықтар екен екеу. Артында тағы 3 орындық. Сонымен көліктің жағдайы осындай. Алдымызда Passat көлік универсал осындай. 93 жылғы 1,8 екен моторның көлемі. Сұрап тұрған бағасы 1,600,000 дейді. Телефон номері экранда. Хабарласып қойсаңыздар болады. Төбесінде рейлингі бар. Қасында тұрған тағы бір гольф көлігі тұр екен. 92 жылғы механики 1,8 миллион 200 деп тұр. Сұрап тұрған бағасы. Көлігін алатса достар, хабарласып қойсаңыздар да болады. Бұғанда 93 жылғы Карина Е механика 1,6 екен. 2 миллион 150 сұрап тұрған бағасы бұл автокөлікке. Passat B4 алдымызда. Volkswagen Passat B4 95 жылғы механика 1,8 қозғалыс көлемі 1 400 сұрап тұр екен бағасы. Телефон номер жақындатайық. Төбесінде люгі бар. Темір дискіде. Осындай жағдайда. Келесі көлік мәлімет жоқ. Қандай мынандай бір пикап тұр екен. Mitsubishi L200 дейді. 2006 жылғы механика 2,5 моторның көлемі 4 миллион 300 деп тұр. Вариант жоқ. Пикап төбесінде анандай. Кәдімгі джип секілді. Бұл автокөлік. Opel деп тұр. Vectra 90 жылға механикада 1,8 700,000 теңге. Телефон номері экранда көрініп тұр. 700,000 теңгелік көліктер бар екен. 1,600,000 дейді мынау Passat седанға. Номері экранда. Хабарласып қойсаңыздар да болады.